Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, мамықтай нәзік болып шығатын өте дәмді бөлкелердің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындауларыңызды сұраймын. Ең алдымен ашытқы дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге ашытқыны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге шамамен 10 минутқа қойып қоямыз. Сүтіміздің температурасы міндетті түрде жылы болу керек, ыстық немесе салқын сүт жарамайды. Ашытқымыз сүттің бетіне көтерілгеннен кейін оған ерітілген сары майымызды, қантты және жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі сұйық масса пайда болады. Кейін оның үстіне електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Онда бірнеше бөлікке бөліп салуымыздың себебі қамырымыз бір келкі болып, ешқандай түйіршіксіз илену үшін, қамырымыз және жақсылап көтерілу үшін осылай бірнеше бөлікке бөліп салғанымыз жақсы. Ең алдымен осылай венчикпенен араластырып, кейін араластыру қиын болған уақытта венчиктен тазалап, оған қалған ұнды салып, қасықпенен жақсылап араластырып, қасықпен де араластыру қиындағаннан кейін қасықты тазалап, кейін қолымызбенен барлығын бір-біріне біріктіріп, қамыр илеуге кірісеміз. Көрсетілген 655 граммнан артық ешқандай ұнды қоспаңыздар. Қолдарыңыз үстіп жабыса бастағанда оны тазалап, қолдарыңызды осылай сұйық майменен майлап, қамырды ары қаратай илейміз. Қамырды қолымызбен 1-2 рет майлағаннан кейін ол өзі осылай жақсы болып жинақталады. Егер ұнды тым көп қосып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып шығуы мүмкін. Сол себептен артық ұнды қоспауларыңызға кеңес беремін. Дайын болған қамырдың бетін жауып, оны шамамен 30 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай жапқаннан кейін мен міндетті түрде орамалмен бетін жабамын. Қамыры көтерілгенше салмасын дайындап қоямын. Осылай кептірілген жемістерден компот қайнатып, оны блендердан езіп аламын. Біздің қамырымыз өте жақсы болып көтерілді. Шамамен 20-25 минуттай менде тұрды. Осылай өте жақсы болып көтеріліп шыққан. Қазір міне осылай дастарханымызға майлы кішкене жағып, одан соң қамырды сол майлаған жерге салып дайындап аламыз. Қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін оны осылай 2 бөлікке бөліп аламын. Әр бөлікті осылай қолымызбенен қатты баспай, сәл ғана баса отыра сопақ формаға келтіріп аламын. Қамырды қатты баспаңыздар, егер қатты бассаңыздар, ол басылып қалады. Енді қамырды бөлкелердің көлеміне байланысты оны осылай шпательменен бірнеше бөлікке бөліп шығамын. Егер сізде шпатель болмаса, пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Қамырды осылай алып, қолымызбен дөңгелектеп, қатты баспаймыз, осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Тағы да қайталап айтамын, қамырды бөлген кезде өздеріңіз шамамен көз мөлшерімен есептеп бөлсеңіздер, сонда дұрыс шығады. Егер сіздер кішкентай бөлкелерді және көп болғанын қаласаңыздар, онда қамырдың көлемін сәл азайтыңыздар. Қамырды қолымызбен қатты баспағанның арқасында қамырларымыз осылай жақсы болып көтеріліп тұр. Қазір осы қамырды оқтауменен жаятын боламыз. Оқтаумен де жайғанда оны қатты баспай, кішкене ғана осылай жайылғанша ғана оқтауменен жүріп шығамыз. Оның қалыңдығы осындай болу керек. Қатты жұқа жағып жайып жібермеңіздер. Осы дайын болған қамырға енді салмасын салып, пышақпенен немесе осындай мен сияқты арнайы пышақпенен екі шетінен осылай кесіп аламыз. Содан соң осы кесілген екі шетінен кішкене үстіп көтеріп, қамырдың бетін осылай бекітіп аламыз. Біздің бөлкеміз дайын. Дайын болған бөлкені пергамент қағазы төселген формаға жайғастырамыз. Қазір тағы да бөлкені қалай жасағанымды көрсетемін. Осылай пышақпенен кесіп аламыз. Екі шетінен осылай ұстаймыз және астынан осылай кішкене көтеріп, шеттерін жөндейміз. Міне осылай оп-оңай жасалады. Бөлкелерді жасап жатқан уақытта пешімізді қыздырып аламыз. Міндетті түрде пешіміз алдын ала қызған болу керек. Сол кезде бөлкелеріміз жақсы болып көтеріледі. Шамамен градусы менде 160-180 градусының аралығында шамамен 15-20 минуттай пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарай градусын және уақытын есептеп қойыңыздар. Себебі әркімде ол әртүрлі болғандықтан кейде күйіп немесе піспей қалуы да мүмкін. Дайын болған бөлкелерімізді осылай жұмыртқамызды бір данасын шайқап, оны осындай кондитерлік кисточкаменен
бөлкелеріміздің үстіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге апарып саламыз. Бөлкелеріміз сондай әдемі болып пісіп шықты. Оны кішкене салқындатып алғаннан кейін оның үстіне осылай қант ұнтағын сеуіп шығамын. Егер сіздерге ол ұнамаса, осылай қалдыра берсеңіздер болады, себу міндетті емес. Егер сіздер компоттан қалған қақты пайдаланғыларыңыз келмесе, оны ұнатпасаңыздар, онда кез келген басқа затты салмасына пайдалансаңыздар болады. Мысалға сүзбе немесе басқа да кептірілген жемістерді турап салсаңыздар болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Өзіме осылай қақтан жасаған ұнайды, сол себептен осындай бөлкелерді мен жиі дайындаймын. Міне осылай бөлкелеріміз өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге рецепт ұнады және пайдалы болды деген ойдамын. Егер рецепт сіздерге ұнаса, онымен бөлісуді және каналға тіркелмеген болсаңыздар, жаңа видео рецепттерді жіберіп алу үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.